Сәлематсыздар ма? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы санды көбейтіндіге көбейту және бөлу. 41-ші сабақ. Бүгінгі сабақта санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережесін қолдануды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Санды көбейтіндіге көбейтудің әртүрлі тәсілдерін есіңе түсір. Ұлы жібек жолы көптеген ғасырлар бойы Еуропа мен Азияның мәдениеті мен өркениетінің ұштасуын қамтамасыз еткен. Осы жолмен көптеген керуен жүріп өткен. Енді міне суретке қарайтын болсақ, яғни бізде түйелер берілген екен. Яғни керуен жолмен көптеген ол кезде түйелер жүргізілген. Енді осы түйелерді қарап, оларды әртүрлі тәсілмен сана. Екі көбейткішті олардың көбейтіндісімен алмастыруға болады. Енді қараймыз. А көбейтілген жақшаның ішінде Б көбейтілген С. Немесе жақшаның ішінде А көбейтілген Б, жақшаны жабамыз көбейтілген С. Немесе жақшаның ішінде А көбейтілген С, жақшаны жабамыз көбейтілген Б. Енді А, Б, С дегеніміз не? Яғни қараңыздар, бізде неше қатар берілген? Екі қатар берілген. Әр қатар өзі нешеуге бөлінген? Яғни тағы да. Яғни 4 қатарға бөлінген. Яғни екі қатар 4 бағанға бөлінген. Әр қайсында үшеуден. Сонымен біз ендеше сіздермен 2, 3, 4 деген сандарды қолданамыз. Енді қараймыз. Біріншісі 2 көбейту жақшаның ішінде 3 көбейтілген 4. Жақшаны жабамыз. Тең болады. Жақшаның ішінде 2 көбейтілген 3. Жақшаны жабамыз көбейтілген 4. Тең болады. Жақшаның ішінде 2 көбейтілген 4. Жақшаны жабамыз көбейтілген 3. Тең болады 24. Яғни бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсілді көрейік. 3 көбейтілген жақшаның ішінде 2 көбейтілген 4. Тең болады. Жақшаның ішінде 3 көбейтілген 2. Жақшаны жабамыз көбейтілген 4. Тең болады. Жақшаның ішінде 3 көбейтілген 4. Жақшаны жабамыз көбейтілген 2. Тең болады 24 бұнда да. Келесі үшіншісінде 4 көбейтілген жақшаның ішінде 3 көбейтілген 2. Жақшаны жабамыз тең болады. Жақшаның ішінде 4 көбейтілген 3. Жақшаны жабамыз көбейтілген 2. Тең болады. Жақшаның ішінде 4 көбейтілген 2. Жақшаны жабамыз көбейтілген 3. Тең болады 24. Сонымен яғни түйелерді әртүрлі тәсілмен санасақ та, жауабы бізде барлығы 24 түйе. Келесі, екінші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап, оларды өсу ретімен орналастыр. Сонда сен ұлы жібек жолы созылып жатқан аумақтағы 3 елдің атауын білетін боласың. Енді қараймыз. Яғни бізге сіздермен өрнектер берілген, олардың мәнін табу керек. Ендеше көрейік. 4 көбейтілген 25 көбейтілген 9 тең болады 900. 50 көбейтілген 4 көбейтілген 9 тең болады 1800. 35 көбейтілген 9 көбейтілген 200 тең болады 63 мың. 6 көбейтілген 25 көбейтілген 400 тең болады 60 мың. 60 көбейтілген 8 көбейтілген 50 тең болады 24 мың. 400 көбейтілген 9 көбейтілген 5 тең болады 18 мың. 15 көбейтілген 7 көбейтілген 60 тең болады 6300. 500 көбейтілген 3 көбейтілген 20 тең болады 30 мың. Және 50 көбейтілген 20 көбейтілген 2 тең болады 2400. Енді осыларды өсу ретімен орналастыруымыз керекпіз. Яғни бірінші 900, 1800, 2400. Одан кейін 6300. Келесі 18 мың, 24 мың, 30 мың. Содан кейін 60 мың және 63 мың. Сонда бізде Қазақстан деген сөз шығады екен. Енді екіншісіне қарайтын болсақ, өсу ретімен орналастыратын болсақ, Иран деген сөз шығады. Және келесінде, егер өсу ретімен орналастырсақ, Қытай деген сөз шығады. Сонда бізде, яғни сен ұлы жібек жолы созылып жатқан аумақтағы 3 елдің атауын таптық. Олар Қазақстан, Иран және Қытай екен. Келесі,
есіңде сақта, есептеулердің қалай орындалғанына қара. Яғни бірінші тәсіл А бөлінген жақшаның ішінде Б көбейтілген С. Екінші тәсілді қарайық. А бөлінген жақшаның ішінде Б көбейтілген С тең болады. Яғни А-ны Б-ға бөлеміз, одан кейін шыққан мәнді С-ға бөлеміз. Бұл екінші тәсіл. Және үшінші тәсілді көрейік. А бөлінген жақшаның ішінде Б көбейтілген С тең болады. Яғни А-ны бірінші С-ға бөлеміз, одан кейін Б-ға бөлеміз. Яғни осы үш тәсілді әр қайсын қолданатын болсақ та, бұл жерде өрнектің мәні өзгермейді. Үшінші тапсырма. Есептеудің әр түрлі тәсілін түсіндір. Яғни бізге міне бірінші бағанда берілген өзі 48 бөлінген 2 көбейтілген 3. Яғни 2-ні 3-ке көбейткен бірінші, одан кейін 48-ді 6-ға бөлген. Ал екіншісінде әр қайсысын жеке бөлген. 48-ді 2-ге бөлген, одан кейін шыққан мәнді 3-ке бөлген. Үшіншісінде 48-ді бірінші 3-ке бөлген, шыққан мәнді 2-ге бөлген. Енді екінші бағанын қарайтын болсақ, бізде 64 бөлінген жақшаның ішінде 4 көбейтілген 2. Яғни 64 бөлінген 2, одан кейін ауысып кеткен ғой. 64 бөлінген 8 болады. 4-ке бөлсек 8 болады. Екіншісінде қараңдар, 64-ті бөлеміз бірінші 2-ге, одан кейін шыққан мәнді 4-ке бөлеміз. Және үшіншісінде 64-ті бірінші 4-ке бөлеміз, одан шыққан мәнді 2-ге бөлеміз. Яғни жеке-жеке бөлуге де болады. Төртінші тапсырма. Тиімді тәсілмен есептеп, және оны түсіндір дейді. Енді қараймыз. 4 көбейтілген 28 көбейтілген 25. Яғни бірінші 4-ті 25-ке көбейтілген бізге тиімді. 4-ті 25-ке көбейтсек 100. 100-ді 28-ге көбейтеміз 2800. Екіншісінде 25 көбейтілген 29 көбейтілген 4 көбейтілген 3. Яғни 25-ті 2-ге көбейтеміз 50. 50-ді 3-ке көбейтеміз 150. Одан кейін 150-ді 29-ға көбейтеміз 4350. Үшіншісінде 15-ті 2-ге көбейтіп аламыз 30. 30-ды 3-ке көбейтеміз 90. Келесі 25-ті 4-ке көбейтіп аламыз 100. 36-ны 100-ге 3600. 25-ті бұнда 4-ке бірінші көбейтеміз 100. 100-ді 8-ге 800. Келесі 15-ті 4-ке көбейтеміз 60. 60-ті 9-ға 540. Келесі 59, 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, 59-ді 10-ға көбейтсек 590. Және соңында да дәл солай 5-ті 2-ке көбейтеміз 10, 54-ті 10-ға көбейтеміз 540. Бесінші тапсырма. Өрнекті жазбаша түрде есепте, тексеруді орында. Енді біріншісіне қарайық. 65534 бөлінген 7 тең болады 9362. Тексереміз. 9362-ні көбейтеміз 7-ге. 65534. Екінші, 34872-ні бөлеміз 8-ге, 4359. Тексереміз. 4359-ді көбейтеміз 8-ге, 34872. 2758-ді көбейтеміз 3-ге, тең болады 8274. Тексереміз. 8274 бөлінген 3 тең болады 2758. Және соңғысы 45516-ны көбейтеміз 4-ге. 182064. Тексереміз. 182064-ті бөлеміз 4-ге, тең болады 45516. Алтыншы тапсырма. Есептерді шығар. А тапсырмасына қарайық. Ұлы жібек жолы бойымен саяхат жасау үшін әр қайсысы 14 орынға арналған 5 автобус жүреді. Барлық орындар толы болса, осы автобустармен 20 рет қатынағанда қанша туристі саяхатқа апаруға болады? Енді шешуін қарайық. Сонымен 5-ті көбейтеміз 14-ке, көбейтеміз 20-ға. Тең болады 1400 турист. Жауабы 20 рет қатынағанда 1400 турист саяхат жасайды. Келесі 6-шы тапсырманың әсі. Саяхаттау кезін есте қалдыру мақсатында туристер үшін бейне дискілер жазылды. Қорапқа әр қайсында 12 дискіден 10 бума салынды. Қорапқа осындай 30 бума сияды. Қорапқа барлығы қанша диск сияды? Енді қарап, 10 көбейтілген 12 көбейтілген 30. Тең болады 3600 диск. Жауабы бір қорапты толтыру үшін 3600 диск орамдау керек. Және келесі 6-шы тапсырманың Б-сі.
Кәдесыйлар жасайтын фабрикада әрбір бұйымға 5 метр таспа бау жұмсайды. Күніне 10 бұйымнан жасағанда 250 метр таспа бау қанша күнге жетеді? Енді қарайық. 250 бөлінген жақшаның ішінде 5 көбейтілген 10. Жақшаны жабамыз, тең болады. 250-ді бөлеміз 5-ке, шыққан мәнді бөлеміз 10-ға, тең болады 5 күнге. Немесе 5-ті 10-ға көбейтіп 50, 250-ді 50-ге бөлуге болады. Яғни бұнда әртүрлі тәсілдерді қолдануға болады. Сонда жауабы 250 метр таспа бау 5 күнге жетеді. 7-ші тапсырма. Кәдесый жасау үшін ұзындығы 2 метр таспаны бірі екіншісінен 40 сантиметр ұзын болатындай 2-ге бөлу керек. Сен таспаның әр бөлігін ұзындығы қанша болатынын біле аласың ба? Енді 200-ден 40-ты азайтамыз, тең болады 160 сантиметр. 160-ты 2-ге бөлеміз 80 сантиметр. Сонда бірінші бөліктің ұзындығы 80 сантиметр. Ал екінші бөлікке жаңа 40-ты қосамыз, сонда 120 сантиметр болады. Бұл екінші бөліктің ұзындығы. Сонда бізде бірі екіншісінен 40 сантиметрге ұзын екен. 8-ші тапсырма. Есептеудің қызықты тәсіліне қара дейді. Яғни санды 5-ке бөлу үшін бөлінгішті 2 есе арттырып, 1 нөлді алып тастау керек. Яғни қарайық бұл жерде. 165-ті бөлеміз 5-ке, тең болады. 165-ті көбейтеміз 2-ге, бірінші, 5-ке бөліп тұрмыз. Бөлеміз оны 10-ға, тең болады 33. Келесіні қарайық. 825 бөлінген 5, тең болады 825-ті 2-ге көбейтеміз, оны 10-ға бөлеміз. 125-ті 2-ге көбейтеміз, одан кейін 10-ға бөлеміз. Яғни қалғандарында дәл осылай. Бұның есептеудің дұрыстығын сіздер калькулятордың көмегімен тексеріп шығуларыңызға болады. 9-шы тапсырма енді сен зерттеушісің, ойланып жауап бер дейді. 3 саяхатшы өзен арқылы өтіп, саяхаттарын жалғастырмақ болды. Өзен терең және одан өтетін көпір болмады. Өзен жағасында 2 бала отырған қайық тұрды. Саяхатшылар балалардан өздерін өзеннің арғы бетіне өткізулерін сұрады. Қайыққа бір саяхатшы ғана немесе 2 бала сыяды. Ал саяхатшы мен бала екеуі бірге сыймайды. Саяхатшыларды өзеннен өткізу алгоритмі құр. Саяхатшыларды арғы бетке өткізу үшін неше рет қатынау керек? Бір рет қатынауға қайықтың бір бағыттағы қозғалысын санауға болады. Енді қарайық, яғни негізгі шарт бұнда қайыққа тек бір саяхатшы ғана немесе 2 бала сыяды. Ал саяхатшы мен бала екеуі сыймайды. Сондықтан қарайық. 2 бала қайықпен өзеннің екінші жағына өтеді. Бір бала сол жақта қалып, екінші бала қайықпен саяхатшыларға қайтып келеді. Келесі, бір саяхатшы қайықпен өзеннің екінші жағына өтеді. Өзеннің екінші жағында қалған бала қайықпен 2 саяхатшы мен бала тұрған жағаға қайтып келеді. 2 бала қайықпен өзеннің екінші жағына өтеді. Бір бала сол жақта қалып, екінші бала 2 саяхатшы мен бала тұрған жағаға қайтып келеді. Екінші саяхатшы қайықпен өзеннің екінші жағына өтеді. Өзеннің екінші жағында қалған бала қайықпен бір саяхатшы мен бала тұрған жағаға қайтып келеді. 2 бала қайықпен өзеннің екінші жағына өтеді. Бір бала қайтадан сол жақта қалып, екінші бала бір саяхатшы мен бала тұрған жағаға қайтып келеді. Үшінші саяхатшы қайықпен өзеннің екінші жағына өтеді. Өзеннің екінші жағында тұрған бала қайықпен бала тұрған жағаға қайтып келеді. Сонда 2 бала қайықпен өзеннің екінші жағына өтеді. Көрдіңіздер ме? Яғни осы алгоритм арқылы біз 3 саяхатшыны екінші жағаға өткіздік. Және соңғы тапсырма, 10-шы тапсырма, үй тапсырмасы. Әр түрлі тәсілмен есепте тиімді тәсілдің астынсыз. Енді мен сіздерге тек қана мәндерін тауып көрсеттім. Енді тиімді тәсілдерін қарайық. Яғни бірінші бізге 160-ты 10-ға бөлуге болады. Яғни бізде 10-ға бөлсек 16, 16-ны 4-ге бөлсек 4. Келесі 720-ны 10-ға бөлсек 72, 72-ні 9-ға бөлсек 8 болады. Бұл жерде қате кеткен. 8 болады. Келесі 810. 810-ды 30-ды 3-ке көбейтуге болады. 90, 810-ды 90-ға бөлеміз 9 болады. Келесі 360. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 360-ды 6-ға бөлеміз 60. Келесі
420. 420-ны 2-ге бөлуге болады 210, одан кейін 3-ге бөлуге болады 70. 560-ты 10-ға бөлуге болады 56, 56-ны 8-ге бөлеміз 7. 480, яғни 20-ны 4-ге көбейтіп алайық, 80, 480-ні 80-ге бөлеміз 6. Яғни соңғысында қарайық, 3-ті 30-ға көбейтеміз 90, 630-ды 90-ға бөлеміз 7. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.